Assalamualaikum. Ekipqa YouTube kanalının тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақ тілді арнамыздың дамуына үлес қосып. Ақбұқа су ішуге тұрмай жатыр. Жалқау болып кеткен. Ет жинаған сайын қозғалғысы келмейді. Осылай күйсеп қана жата бергісі келеді, ет жинаған сайын. Мыналар суларын ішіп жатыр, міне тұрып алып. Негізі бұндай жатқан малды тұрғызуға болмайды. Ет жинап жатыр, бұл енді негізінен дем алып, күйіс қайтарып, таңертең жеген шөбін қорытып жатыр. Түнімен жеген жемі бар. Бірақ оған жем беруіміз керек, су ішу керек өзінің режимімен. Ал енді бұл ішпей қалса, кеш батқанша шөлге шыдамайды. Сол үшін бұны тұрғызып жатырмыз. Бұйырса міне 4 ай болып қалды. 4 айға бір 2 күн ғана қалды. 2 күннен кейін барлығының бел орамдарын өлшеп, живой вес қанша болатынын мөлшерін айтып өтетін боламын. Қазіргі жағдайлар осындай. Мынау кішкене арықтау кейін кірген. Мыналарда міне жағдайлар осындай. Bir-2 günde belderin өлшеп, барлығының бел орамдарын айтатын боламын. Олар енді 1,5 жасарға етіп барады ғой. Бұзау кезінде 1 жасқа жетпей кірген, 7-8 айында. Мыналар 1 жасқа таяп кіргендер міне. Терезеден күн түсіп, дұрыс түсірілмей тұр. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Байыңыздар, кәсіптеніңіздер. Жем міне ортасында күрекпенен сала береміз. Мына жалқау міне суын ішіп жатыр енді.